Сәлеметсіздер ме? Қандаладан қалай дезинфекция жасаймыз? Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қандала міне осылай адамның денесіне жабысып алып, бір шаққанда 2-3 жерден қан сорады. Тек қана адамның қанымен ғана тамақтанады. Басқа еш нәрсе жемейді. Қандаланың түрі көп, бірақ осы ең көбейіп кеткені төсек қандаласы. Төсекте міне диванның астында көбейетін жәндік. Адамның қанымен де ғана тамақтанады. Бұны шаққан адамдар көбінесе жүйкесі тозып, жүйке ауруына шалдығуы мүмкін. Және денені бірінші шаққан кезде кішкене қызыл пайда болады. Одан кейін ол жер жара болып, осындай мазаны қашыратыны бар. Ондай жағдайда денені қаси бермейміз. Ас содасын, бір кесе суға ас содасын, бір қасық ас содасын қосып, сол қызарған бөккен жерімізді мақтаны сулап, немесе шүберекті жолап сол жерді сүртеміз. Сол кезде дененің қышыған жері қояды, және жара болып, аллергия болып, одан бетер ұзақ уақытқа қалып қалмайды. Міндетті түрде содамен сүрту керек. Қаси бермейміз. Ол міне қандаланың жүретін орындары бұлар диванның тігісінде болады. Бір шаққанда бір жұмыртқа алғанда ол 15 жұмыртқа қалдырады. Негізі дене тұрқы 3 мм, өз көлемінен 2 есе көп қан жегендіктен ол 6-7 мм-ге бойы өсіп кетеді. Мына жерде міне өздеріңіз көріп отқандай түрлері, размерлері әртүрлі. Ең үлкендері міне уже қанға тойып алғандары, қалғандары енді қан жеп үйреніп жатқандары бұзау сияқты. Сол болды, осындай диванның тігісінде тұрады. Мынау спинкасы, диванның спинкасы. Сол диванның спинкасында орналасқан, сол жерде көбейіп жатыр. Мына диванның бір-біріне қосылған жерінде. Видеоны толық қарасаңыздар, астында соңғы жағында айтамыз қандай дәрімен дәріміз, дәріні қайдан аламыз. Сол міне диванның мен тағы да тігісі, екеуі матаның бір-бір жеріне қосылған жерлері. Бұл диванның материалы мықты, көріп отырсыздар. Бұл диванның ішіне кіруі, қандаланың кіріп кетуі мүмкін емес. Просто осындай қуыс-қуыстарына тігілген жерлеріне, дивандардың бір-біріне қосылған жерлерінде міне темірдің жақтауы толып қалған қандала, сары түстілері әлі қан жемеген, қалғандары уже қан жеп жатқандары. Бірінші кезде олар қызғылт болады. Қан жегеннен кейін 2-3 күннен кейін уже түстері қарая бастайды. Сол кезде сондықтан қандаланың түсі әртүрлі болады. Қанның түсі өткен сайын, күн өткен сайын өзгереді ғой. Сол себепті. Міне мына диванды байқаңыздар. Диван клеточный, бұның ішіне кіре алады. Міне майда қара точкалар. Бұл яғни анау матаның ішіне, диванның материалының ішіне жұмыртқалаған. Олар уже қып-қызыл қан, уже қан жеп алып, ары қарай кіріп жатыр деген сөз. Бұндай нелер, дивандар өте қауіпті. Бұны дәрілеген кезде көп құю керек, ішіне кіретіндей қылып, және бәрін шашу керек. Сол егер 1-2 рет дәрілегенде өлгенін байқап, өте көбейіп кетсе, ол значит ішінен шығып жатыр деген сөз. Ондай диванды лақтырған дұрыс. Немесе дәрілеп пакетке орап қою керек. Мүлдем шығармай 1-2 аптадай сол ішінде сіңіп шыққандары сол дәріге түсіп өлу үшін. Міне замогы, бұл жерде тігіс болмаған екен. Замогының жанында да кішкене тігіс болады. Өзінің кішкене бойы жететін болса болды. Сол жер ық сияқты оларға, желден тығылған сияқты. Солай осы именно тігілетін тігістеріне кішкене ық жерлері болса, сол жерлерге жұмыртқалап, сол жерде көбейеді. Бұл да диванның асты жағында. Диванның бетіне ол адам ұйықтаған кезде ғана шығады, сосын тығылады. Міне мынау диванда ақ түстілер, бұлар жұмыртқалары. Ақ қайызғақ сияқты болады. Міне менің диванның клеткасына әбден орналасып алған. Мына кішкене точкалардың бәрі, соның бәрі қандала. Мына үлкендері, уже үлкен осыптары, бұлар уже жұмыртқа қалдыратын шақтары.
Ал мынау кішкентайлары әрқайсысы қаншаққан. Бұл пәтерде айтпақшы кішкене баланы шаққан, кішкене баланың үстінде аллергия екен деп ойлаған, оны докторға көрсеткен, врачтарға, аллергологтарға. Олар түрлі дәрілер берген, содан осылай көбейіп кеткен. Келесі диванымыз, бұл диванның да материалы мықты. Бұл да қатты көбейіп кеткен. Бұндай дивандар көп дегенім, бұл диванда бұл бұрынғы кезде дәріленген бұл диван. Бұл жерде квартиранттар тұрған, сосын квартиранттар көшіп кеткен үйден, бір дәрілеген, ол дәріден 100% кетпеген. Болған жері осы жер ғана болды. Не қандала. Бұл да тігісінде, мынау сары майдалары, олар жұмыртқадан ашып шыққандары. Бұлар әлі қан ішпеген, сондықтан түстері сары. Қан ішкеннен кейін ол қызыл түске айналады. Ал жұмыртқасы бағана көргеніңіздей ақ түсті. Ақ түсті аяқ қолы пайда болғаннан кейін ол сары түске айналады. Қан жегеннен кейін олар қызыл түске айналады. Сосын күннен күнге түстері қарая береді, және бір-бірлеріне ұқсамайды. Только размерлеріне қарай, мысалға, бір қандала 15 жұмыртқа қалдырады кемінде. Сол 15-і бір түсті болса, қалғандары уже екінші рет жұмыртқалағандары, олар уже басқа түсті болады. Ал жұмыртқаның нағыз өзі қайызғақ сияқты кішкентай ақ түсті болады. Біз үлкен қып көрсетіп жатырмыз адамдарға көріну үшін. Мынандай осындай жерлердің бәрін іздеу керек. Тігісінде көбейеді. Дәрілегенде осы мынандай тігістерінен бастап дәрілейсіз. Бірінші қарап шығасыз, дәріні дайындап болғаннан кейін бірінші тігістеріне 2 қайтара жүріп шығасыз. Содан кейін диванды толықтай дәрілейді. Жұмыртқа қалдырған жерлері қара. Мынандай дивандар бар, қазір көп адамдар осындай диванды пайдаланады. Диван деп айтса болады. Диванды көтеру, обязательно міндетті түрде көтеру керек. Олар астында, яғни біз пайдаланбайтын табанда өмір сүреді. Міне біз дәрілейтін, біз пайдаланатын дәрі. Міне сіздерге айтайын дегеніміз, иісі жоқ. блокада антиклов. Мынау үшінші тұрған қандаланың суреті. Сыртына су тиген соң осылай несі краскасы кетіп қалған. Ешқандай қандаланың суреті тұр. Қайсы қандала төлейсіздер? Маска кию керек міндетті түрде. Үшінші тұрған міне. 1 литр суға осы қандаланы бір крышкасын уничтожение постельных клопов төсек қандаласына арналған дәрі. Негізі дәрілер көп, дұрыс айтасыздар. Палач дейді, агран дейді, тағы да не дейді, өз дәрілер көп. Негізі базарда ашық сатылған сол агран мен палач. Осы дәріні неден қандалаға жақсы көмектеседі. Бұл 1 литрлік. Осының бір крышкасымен 1 литр суға араластырасыздар. Мына крышкасынан ашып, осы крышкаға құясыздар да, мынандай ыдысқа құясыздар. Мынау 3 литрлік ыдыс біз пайдаланатын негізі тағы үлкен аппарат бар. Мынау именно қандаланың үстіне құйғанға жақсы, именно очақтарына осымен құямыз. Қалған жерлерді үлкен аккумуляторный аппаратпен дәрілейміз. Міне дайындап қойғанбыз. Бұған мына блокада антиклоптан 3 крышка қостық. 3 крышка. Мынау өйткені 3 литрлік ыдыс. Оны огородда не ететін суғаратын аппараттар бар ғой, солардың арасынан іздесеңіз көріп болады. Ең арзаны қол жетімдісі осы, және жақсы шашады. Алысқа шашуға болады, және мынау регулировкасы былай ауыстырасызды. Регулировка жасайды. Қатты шашады жаңағы. Барлық жерге жайып шашады. Құйып көріп. Жалпақ шашылғаны дұрыс. Қалай шашады? Барлық жерге бірдей тию үшін. Былай ауыстырсаңыз, ол бір жерге ғана шашады. Және алысқа шашады. Бұл положение жаңағы плинтустарды дәрілегенге жақсы. Плинтустарды қандала плинтустың ішінде де болды деп. Таракан дәрілегенге де осылай ыңғайлы. Қандалаға да осы ыңғайлы.
дәрі плинтустың ішіне кіру керек. Біріншіден плинтусты алып және бұл тастамайсыздар. пәтерді біз уже бір рет дәрілеп қойғанбыз. Бұл екінші обработка. Бей жатқан жағдай болса сонда Бұл жерге бұрын квартиранттар тұрған, мына керек. диванды Ішінде киімдер болса, диванның оның бәрін көзге салып қойып киюге және адамдар әсері оның қалай ішіне болды. көрпе төсек жинайды. Ондай Ондай видеода көрпе түсіргенбіз төсекті негізі міне қандала дәрілейміз. диваннан шығып өлген Қандала жаңа бір қурап видео түсірген қалған. кезде Бұл жерде басқамыз не дезинфекция жасалынған біздің алдымызда. Міне аппараттардың түрлері. Мынау біз пайдаланатын қызыл түсті, бізде сары түсті, бұл жерде қызыл түсті аппарат 3 литрлік. Бұл негізі гүлге су шашуға арналады. Біз бұны дәріге пайдаланамыз. 1-2 бөлмелі пәтерге 3 литрлік жетеді. Егер 4 және одан да 5, одан да көп бөлме болса, онда одан үлкен алу керек. Міне біздің ең керемет жаңалығымыз 500 мл блокада антиклоп шықты. Баяғыдай 15 мыңға 1 литрін алып қалған қайда жібереріңізді білмей жүрмейсіз. Мынау 2 рет немесе 3 рет дәрілегенге жетеді. Бағасы, қазіргі бағасы постоянно өзгеріп тұрады. Бағасын номерге жазсаңыздар айтамыз. Тұрған қалаңызға байланысты. Міне темекі шеккенде, дәрілеп жатқанда темекі шеуге мүлдем болмайды. Міндетті түрде жаңа медицинский маска және қолыңызға перчатка пайдаланасыз. Дәрілеу барысы. Міне көп адамдардың ең қателігі көрпешелерді дәрілемейді немесе кілемді дәрілемейді. Видеода көріп отқаныңыздай кілемнің 2 шетінен дәрілеп алдық. Енді жастықтарды жеке-жеке, көрпешелерді жеке-жеке тастап дәрілейміз. Міндетті түрде және 2 шетін дәрілемейсіз. Көрпешенің үсті-үстіне қоя бересіз. Өйткені бір шеті дәріленген, ол шеті дәріге тиіп жатыр. Дәріге тимеген жағын дәрілейміз. Міне осыны дәрілеп алдық. Міне дәрілегеннің үстіне көрпешені салып жатырмыз да, только бетін ғана дәрілеп жатырмыз. Өйткені арғы беті уже дәріленген көрпенің үстінде. Және есіктің жақтауларында бізде пенамен нетеміз. Сол жерді ұмытпаймыз. Және кілемнің тігісі, міне блокада антиклопты дәрілеп, және осы дәрінің қандалаға әсер етуін осы жерде көресіздер. Міне тігісінде жатады. Тамақ жемейтін сияқты солай жатады. Олар күндіз қимылсыз бір орында жата береді. Ал түнде адам келіп ұйықтаған кезде, осы кілемнің үстіне көрпешелерді салып ұйықтаған кезде, сол адамды шағады да қайтадан осы тігісіне келіп жатып көбейеді. Міне дәрі шашылып жатыр. Дәрінің аты блокада антиклоп, иісі жоқ. Міне түсі осындай, кішкене ғана өзгерген. Қараңыз, міне түртіп көріп жатырмыз. Өліп жатыр. Міне дәрі бірден әсер етеді. Бірақ дәрі шашылмаған жерге түскен қандала қайтадан иісін жинап алады. Міне дәрі жоқ жерге түскен еді, қандала ары қарай өмір сүріп кете береді екен. Міне көрдіңіз бе, не үшін үйді толықтай дәрілеу керекпіз? Өзі кішкентай. Мұқият қарамасақ, оны көрмей де қаламыз. Сосын міне жаңағы қандала болған жерлерді дәрілейміз. Өйткені ол жерде жұмыртқалар болады. Сол үшін бірінші кілемнің тігісін дәрілеп алып, сосын толықтай дәрілейміз. Міне бір бөлмелі пәтерді дәрілеу, толықтай диванды тағы да төңкеріп жатырмыз астында. Ағаштар бір-біріне қосылған жерлерінде ағаштың арасына кіру керек. Беті тағы дәріленеді енді. Үстін дәрілегенбіз. Міне мынау бір-біріне қосылған жерлері, пана жерлері сол жерлерде жатады. Міндетті түрде диван астында көбейеді.
бұның бетін дәрілеп қойған екенбіз. Міне диванды құлатып астын дәрілеп, енді бұлны құлатып бетін және оның диванды ашып, оның арасын дәрілейміз. Мұқият болу керек. Именно бір-біріне қосылған жерлері қуыстарға құясыз да, сосын жалпы шашып шығасыз. Міне мұқият қарасаңыз, бірінші тігістеріне, бір-бірлеріне жалғанған жерлерінде және дивандардың арасына құйып жатырмыз. Жан-жағына диванның жастығын ұмытпау керек. Үйде не бар көзіңізге, не көрініп жатыр, соның бәрін дәрілейсіз. Мынау біздегі аппарат, бұл 16 литрлік. Сол 16 литрдің біз қазір бір бөлмеге 5 литрін пайдаланамыз. Бұл 16 литрді жарты қылып құйғанбыз. Өйткені көріп отырсыздар, үйде зат өте көп емесе, ең көп дәрі кететін жаңағы көрпе, төсек көп үйде. Ол әр көрпені дәрілеген сайын дәрілегенге көп дәрі кетеді. Және диванға байланысты сложный дивандар болады, оларға да дәрі көп кетеді. Кремді толық дәріледік және қалған заттарды мына жақтан шығарып жатыр. Жастықтар, диванның жастықтары. Енді перде ілетін жерді бірінші мұқият дәрілеп аламыз. Тігісі бар екен ол жерде де. Сосын перде ілгішті дәрілейміз және потолоктағы плинтустар. Негізі дезинфекцияны әр пердені жеке-жеке сыртынан бір жасасаңыз, ол міндетті түрде бір жерде қалып қалады. Сол үшін тігістерін барлық жерін толық дәрілейміз. Егер өте көп болған жағдайда диванды шешіп алып, дәрілеп пердеге салып қойған жақсы. Перделерді пакетке салып қойған жақсы. Егер қандала өте көп болып жатқан кезде пердені толық дәрілеп, үлкен пакетке салып аузын жауып қойыңыз. Сосын дәрілеуден кейін плинтустар, шифонерлердің арттары дәрілеміз. Сосын дәрілеуден кейін міндетті түрде есікті бір тәулікке жауып қоясыз. Мына көріп тұрса, еш жерді ұмытпай жатырмыз. Плинтустар бәрі. Бұл пәтерде көріп отқандарыңыз шай ішетін ағаш стол. Бұл үйде өте көп болды. Бұлар түрлі порошоктар шашқан. Гета деді ма, сондай порошоктар шашқан. Олар өлген, біреген саран өлді дейді. Қалғандары осылай жан-жаққа тығылған. Бұл пәтерді 2 рет дәрілегенбіз. Ағаштың ішіне құйған сайын арасынан қандала шығып жатыр. Не деген көп десеңізші. Үйде 4-5 балалы әйел кісі болды. Таңнан кешке дейін негізі жұмыста. Кешке ұйықтауға ғана келеміз ғой, бәріміз де сондаймыз. Сол уақытта, ойланып жүрген уақытта бұлар көбейіп кетеді. Сол үшін қандаланы көре салып бірден дезинфекция маманына хабарласу керек. Мен ағаштардың ішінен шығып жатыр, қандалалар өте көп. Сол осылай құлатып алып дәрілеп жатырмыз, өйткені ағаштың ішіне дәрі кіру керек. Ал үлкен аппаратпен егер шашасақ, бұның арасына кірмейтін еді, олар қалып қалушы еді. Біз дезинфекция маманы 8 жылдық тәжірибеміз бар. Тегін бөлісіп жүрміз. Осы номерге хабарласыңыздар. Лайк басып, коммент